Сол сияқты электрондық цифрлық қолтаңбада, яғни бұның барлығы криптографиялық шифрлеу арқылы шифрланатын кілтті айтамыз. Электрондық цифрлық қолтаңбаның артықшылығы, электрондық цифрлық қолтаңбаның артықшылығы бұл деген бұның мазмұны өзгермейді. Яғни бұл кілт қалап болды. Бұл мысалға адам компьютер немесе принтер болып қалмайды. Мысалға біз қол қойған кезде не істейміз? Кейде басын түртеміз, кейде басын түртпей қаламыз, кейде асығып жүрсек, екі әріп жазамыз да қоя аламыз. Ал электрондық цифрлық қолтаңбада бұл ешқашанда өзінің мазмұнын өзгертпейді. Бірінші, өзінің мазмұнын өзгертпейді, және екіншіден құпиялығын сақтайды, үшіншіден ол электрондық цифрлық қолтаңба біздер не істейміз? Электрондық құжатты мен өтінім беремін, яғни ол сосын өтінім берген орган маған келеді не істейді? Қайтадан жауап береді. Яғни менің кімнен келді маған құжат, соның барлығы көрініп тұрады. Яғни бұнысында үш фактор электрондық құжат. Бірінші құпиялығын сақтайды, екінші оның мазмұны өзгермейді, үшінші кімнен хат келеді, соны көрсетіп тұрады. Яғни электрондық цифрлық қолтаңбаның негізгі артықшылығы. Электрондық цифрлық қолтаңба кімге беріледі мысалға? Кез келген жеке тұлғаға беріледі және заңды тұлғаға беріледі. Жеке тұлғаға беріледі және заңды тұлғаға беріледі. Жеке тұлға дегеніміз кім бұл? Жеке физический лицо, яғни жеке адамды. Ал заңды тұлға дегеніміз кімді? Юридический лицо немесе мысалға мекеменің адамдарына мысалға біздер заңды тұлғада қолданады. Мысалға электрондық цифрлық сертификат иесі деген мысалға электрондық цифрлық қолтаңба деген бөлек, сертификат деген бір бөлек. Сертификат дегеніміз электрондық цифрлық сертификат иесі куәландырушы орталықта өз атына электрондық цифрлық қолтаңба сертификаты берілген жеке тұлға. Мысалға мен жеке тұлғам бар, мен барамда мысалға маған керек деймін ба, кілтті алу үшін мен істеймін. Эцифрлік ашық жарық. Осыны маған беретін адам менің жеке тұлғаға беретін болса, сол екі кілтке құжат сертификат болып табылады. Ал сертификатты біздер аламыз, Fikai.gov.kz деген сайттан аламыз. Fikai.gov.kz деген сайт бар. Fikai.gov.kz және егов порталы. Fikai.gov.kz мен мысалы қол қойдым, өтінішіңіз қабылданып немесе өтініш беремін. Өзімнің қолымды қойдым да, өтінішімді жібердім. Менен жоғары тұрған немесе неге адамға жібердім. Ал енді жабық кілт, мен алмаса заңды тұлғаға. Кім айтады? Мен алмаса заңды тұлғаның несі бар? Жеке тұлғаның несі бар? Заңды тұлғаның несі бар? Несі бар? Мөрді алмастырады. Түсінді ма? Жабық кілт заңды тұлғада мен алмастырады, мөрді алмастырады. Мысалға кез келген айналым, кез келген ақша аударымдары, оның барлығы не арқылы жүреді? Жабық кілт. Яғни сол кезде не істейді? Мөрді менің қолым болса, менің қолымды мөрді алмастырады. Ол неге беріледі? Заңды тұлғаға беріледі. Жабық. Яғни қазіргі таңда электрондық цифрлық қолтаңбаны алу дегеніміз үнемдейді, біздің уақытымызды үнемдейді. Соларда мен мысалға білмеймін қазір. Электрондық цифрлық құжатты алуды білмеймін. Не істеймін ол үшін? Білмейтін адам не істейді? Білмейтін адам не істейді? Азаматтарға арналған үкіметке барады. Мен не істеймін сол кезде барған кезде? Мен не кетеді? Біріншісінен уақыт кетеді. Мен ана жаққа барамын, 20 минутта барамын, уақыт кетеді. Баратын неме бар? Таксимен, үкіметке барып не істейді? Кезек күттіреді. Яғни оны бізді электрондық цифрлық қолтаңбаның артықшылығы не істеу? Уақытты үнемдеу. Сосын ол жерде отырған адам мысалға бірде көңіл күйі болады, немесе көңіл күйі болмайды. Яғни ол маған да не істейді? Көңіл күй сыйлайды. Көңіл күй сыйлайды. Сол жердегі адам мысалға маған көңіл күй сыйлайды. Яғни электрондық цифрлық қолтаңбаның негізгі артықшылығы біздің үкіметтің жасап отырған бізге пайдасы уақытымызды үнемдейміз. Ең бірінші уақытымызды қаржымызды. Сосын ешкімнің алдына бармайды. Ол сосын ең бірінші нені жояды? Тағы да бір жояды, не нәрсе нені жояды?
Бізде қазір неге күресіп жатыр? 14-24 телефон бар ғой. Aslında сыбайлас жемқорлықты жояды. Мысалы электрон мен жеке, мысалға мен білмейтін боласың, мен мысалы кімдерден қаншаны сен маған шығарып бере қойшы деймін да, мысалға бірдемемді беру мүмкінмін. Бұрын болды. Тездету жасап берші маған, міндетті түрде керек деп. Сондықтан да бұл да сыбайлас жемқорлықты алдын алу үшін бұл бізге өте қажет дүние. Пайда сақтайтын болсақ 1 жыл, жеке арта красты кемде жеке куәлікті сақтайтын болса 3 жыл. Яғни дұрыс. Авторизация дегеніміз не? Авторизация дегеніміз Пикайгов кезет деген не? Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығының сайты. Енді идентификация, аутентификация, авторизация. Оны мына жерде мысалмен көрсетейік. Қаншайым шығарып? Есікті қақсыз. Есікті қақ. Не істейміз, оны көмекке не істейміз? Кімсің? Қаншайым как? Кімсің? Кімсіз деген мен не істейміз, оны не істеп жатырмын мен оны? Анықтап жатырмын. Яғни ол не болады сонда? Не болады? Идентификация. Мен анықтап жатырмын. Яғни ол не істейміз? Сонда мысалға мен деген приложениелерде не істейміз? Ең бірінші. Адамды анықтауымыз керек. Кімсің дейді? Қаншайсың? Не істеді? Ашайын деп жатыр. Енді кімсің деймін? Кімсің дейді? Ол не істеу керек маған? Мен қаншайымын деп жауап берсем, не болады? Анықтап жатыр. Сонда бұл не болады? Аутентификация. Кімсің? Қаншайымын кір. Сонда мен неден кір дегенмен мен не бердім? Рұқсат бердім. Яғни ол не болады сонда? Авторизация. Түсінікті ғой да? Ең оңай тәсілмен есіктің сыртына шықты, не істедік? Ең бірінші кімсің? Есік қаққан. Кімсің дедім? Анықтадым. Яғни ол не болып табылады сонда? Идентификация. Келесі, ол кім екенін айтты, қаншайымын деді. Сонда бұл авторизация ол. Аутентификация ол. Енді мен сосын не бердім? Рұқсат бердім. Кіруге рұқсат бердім. Сонда ол не болады? Авторизация болады. Яғни бұл жеке болған анықтау. Кез келген мысалы телефонның өзінде де істейміз біздер қазір пароль қоямыз, отпечаток картасы қоямыз, қолданбаны қоямыз. Яғни бұның барлығы Нұғекең айтқанда біздер цифрландыру заманында өмір сүріп жатырық. Соған сәйкес біздер өзіміздің құжаттарымызды қорғауымыз керек. Сосын уақытымызды үнемдеуіміз керек. Қосымша ақпараттардан тыс қалып, тек өзімізбен өзіміз жеке тек интернетпен кез келген құжатты аламыз. Біздер қазір электрон